Талдықорғанда азаматтарды қабылдау орталығы ашылды. Бұл жерде тұрғындар түрлі сала басшыларының қабылдауына жазылып, кез келген мемлекеттік мекемеге өтініш бере алады. Негізгі мақсат мемлекет пен халықтың байланысын нығайтып, қызмет сапасын арттыруға бағытталады. Азаматтарды қабылдау орталығы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында қолға алынды. Орталық базасына келушілер кез келген мемлекеттік органға өтініш бере алады. Сондай-ақ халыққа қызмет көрсету орталығына ұқсас түрлі мекеме өкілдерінен, медиаторлардан және заң мамандарынан кеңес алады. Одан бөлек азаматтар мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының жеке қабылдауына жазылу мүмкіндігіне ие болады. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша бүгін біздің облысымыздың орталығында Жетісу облысы әкімдігі жанындағы азаматтарды қабылдау орталығы өз жұмысын бастады. Біздің орталық электронды цифрлық қолтаңба және әртүрлі анықтамалар бере отырып, өтініштерді қабылдаудың бірыңғай терезесі ретінде өтініш жүйесінде өтініштерді кеңес беруге, жеке қабылдаулар мен тіркеулер жүргізуге маманданатын болады. Орталықта цифрлық халыққа қызмет көрсету жүйесі іске қосылған. Сондай-ақ басқармалар мен түрлі мемлекеттік органдардан 19 қызметкер жіберілді. Алдағы уақытта жергілікті атқарушы және аумақтық мемлекеттік органдардың бірінші басшылары тұрғындарды жеке қабылдайды. Онда 32 мекеме басшысының қабылдау кестесі толығымен бекітілді. С открытием центра приема граждан Орталық барлық тұрғындарға бірдей қызмет көрсетеді. Біз мамандардың қызметіне кез келген мәселемен жүгіне аламыз. Бір қуантарлығы бұл көп уақытты алмайды. Мәселен, мен электронды цифрлық қолтаңба алуға келдім. Кезекте тұрғанның өзінде 5 минуттың ішінде анықтамамды алып берді. Қазір барлығы электронды түрге көшкен. Менің ойымша орталық керек кезінде ашылды. Айта кетейік, азаматтарды қабылдау орталығы Абай көшесі нөмірі 241 мекен жайындағы әкімшілік ғимаратта орналасқан. Жұмыс уақыты сағат 9:00 мен 18:30 аралығында. Жалпы мекеме ашылғалы қызметіне 30-ға жуық тұрғын жүгінген. Камила Тыныштай, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы.